көңіл-күйіңіз қандай? Жақсы. Немесе қол арқылы көрсетулеріңізге болады. Жоғары, орташа, әлде төмен. Жақсы, керемет. Бір-біріңізге шапалақтап қойыңыз. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі тренингіміздің тақырыбы өз көңіл-күйіңді көтеріңкі қалыпта сақтау. Жалпы тренингіміздің мақсаты көңіл-күйді дұрыс қалпында қалыптастыру және болашақта жоғары көтеріңкі көңіл-күймен жүру. Қазір біз сіздермен жаңағы осындай тренинг өткізетін боламыз. Әрбіреулеріңізге осындай үрленген шар беріледі. Олардың түстері қандай екен? Сарғыш, сары және күлгін. Жақсы. Жақсы. Сонымен қоса мен сіздерге осындай түрлі түсті маркер, фломастер беремін. Сол фломастер арқылы сіздер әрбіреулеріңіз бұл шарға смайлик салу керексіздер. Смайлик немесе өздеріңіз қаласаңыздар тілек жазасыздар көрші қасындағы балаға қандай тілек тілейсіздер. Мысалы, Ерболат Аружанға қандай тілек жазады? Кәдімгідей үлкен әріппен жазуға болады. Байқаңыздар, шарлар жарылып қалмасын, және ба? Аружан жаңағы Зинурға тілек жазады. Бүгін қандай көңіл-күйің болсын, әлде өмір бойы сенің көңіл-күйің қандай болсын деген мақсатпен. Келесі, Зинур, сен Томириске тілейсің, ал Томирис Ансарға тілейді. Осындай түрде сіздер жаңағы тілек жазуларыңыз қажет. 1, 2, 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Бас әріппен жазуға болады. Нақты көрінсін, әріптер. Анық көрінсін. Жазылған тілектеріңізді көрші отырған балаға бересіздер. Келістік пе? Лақтырмаймыз, береміз қолына. Яғни Ерболат Ансарға береді. Ерболат Аружанға береді. Болды. Шар берілді ғой, тілектеріңізді оқып алыңыздар. Қандай тілектер жазылған екен? Томирис қайтыр. Сізде не жазып тұр екен? Көңілім жақсы болсын деп жазып тұр, Жақсы. Ерболат, сізде не жазып тұр? Қаттырап. Көңілім жақсы өтсін. Жақсы. Енді қазір тілектеріңізді қабыл алғаннан кейін мен сіздерге осындай жаңағы оқуға арналған оқу ісіне арналған инелер, арнайы инелерді таратамын. Байқаңыздар, қауіпсіздікті сақтаймыз. Сол ине арқылы сіздер қазір жарасыздар. Қазір жармаңыздар. Мен белгі бергеннен кейін жарасыздар. Яғни бұл шардың ішінде сіздер жаңа бір-бірлеріңізге тілек жаздыңыздар ғой, Тілек жазыңыздар. Бұл тілектердің орындалу үшін не жасау керек? Не болу керек? Соны қазір біз көреміз. Жалпы сонда тілегіміз орындала ма? Онда ол тілектер орындалу үшін біздің көңіл күйіміз осы тілектерге сай болу керек пе? Соны анықтау үшін бұның жауабы осы қағаздардың ішінде жазылып тұр. Ал бұл қағаз қайда? Шардың ішінде. Жақсы, 3 дегенде жарамыз. 1, 2, 3. Жара қой. Қорықпа. Зинур ұстай қой. Жақсы, енді қағаздарыңызды алыңыздар. Қолдарыңызда қағаздарыңыз болу керек, Ал ашыңыздар. Зинурдан бастайық. Зинур, сіздің тілегіңіз орындалу үшін, көңіл күйіңіз қалыпты деңгейде сақталу үшін, мақсатқа жету үшін нені орындау керек?
қаттырақ. Махаббат болса, Жақсы, махаббат болса, көңіл күйің әрдайым көтеріңкі болады екен, иә, Тамирис? мықты болсаң, орындалады. Арманың не істейді? Орындалады, жақсы. Әрдайым өз қолыңда, сенің күйің әрдайым өз қолыңда, иә? Инелеріңізді қайтарып берсеңіздер, себебі қауіпсіздікті сақтау керекпіз, иә? Жақсы, керемет. Жақсы бала, қағаздарыңызды ортаға қоя тұрыңыздар. Қаласаңыздар, өздеріңізбен бірге алып кетесіздер. Аружан, оқи қой. Жақсы. Балалар, енді көңіл күйімізді сақтау үшін осы армандарымызды не істеу керек? Іске асырып орындау керекпіз. Енді бәріміз қолдарымыздан ұстап, отырамыз. Арманымызға көңіл күйімізді сақтау үшін не істейміз? Қандай сөз айтамыз? Қане, келісіп алайық. Орындалсын, иә? Үш рет санаймыз. 1, 2, 3. Орындалсын. Қолымызды босатамыз. Жақсы балалар, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тренинг өз қорытындысына жетті. Жалпы көңіл күйіміз көтеріңкі болу үшін мақсатымызға жету қажет. Рахмет, бірімізге шапалақтар қояйық.